Сәлем досым, бүгінгі сабағымызға қош келдің. Әріптермен танысуды жалғастырамыз. Шырылдауық шегіртке ыршып жүріп ән салған, көгалды қуып гөл айттап, қызықпен жүріп жаздалған. Абай Құнанбайұлы. Крыловтан аударма. Балалар, бұл өлең не туралы? Дұрыс айтасыңдар, шегіртке туралы. Шегіртке сөзі қандай дыбыстан басталады? Тыңдап көрейікші. Шегіртке. Ш. Бүгінгі сабағымызда ш дыбысының әрпімен танысамыз. Бұл ш дыбысының бас және кіші әрпі. Шана деген сөзді ш дыбысы басында тұр екен. Қане, бірге айтып көрейік. Ш, ш. Яғни айтқан кезде екі тісіміздің ортасына кедергімен айтылады. Ш дыбысы демек дауыссыз дыбыс. Арнамызға тіркеліп қоңырауды басып қой. Келесі суретке назар аудар. Суретте шаңырақ берілген. Шаңырақ киіз үйдің бір бөлігі. Шаңырақ сөзінде ш дыбысы сөздің басында тұр. Буынға бөліп көрейікші. Ша, ң, рақ. 3 буыннан тұрады екен. Қайшы. Қайшы сөзінде ш дыбысы сөздің ортасында тұр. Қане буынға бөліп көрейік. Қай, ш. 2 буыннан тұрады. Келесі суретте ағаш. Ағаш сөзінде ш дыбысы сөздің соңында тұр. Буынға бөліп көрейік. А, ғаш. 2 буыннан тұрады екен. Яғни ш дыбысы сөздің басында да, ортасында да, соңында да кездеседі екен. Өткен сабақта у дыбысы және әрпімен таныстық. Қайталап көру үшін сілтемені басып көр. Бірге қайталайық. Ша, ша, ша. Орманда өсер шырша. Оқылым. Әріптерді бөлмей, созып оқуға дағдылан. Ша, ша. Аша, аша. Аш, аш. Шар, шар. Шана, шана. Шаш, шаш. Жазылым. Ш әрпінің баспа түрін ауаға, сонсын дәптеріңе жазып көр. 1, 2, 3, 4. Ш. Ойлан тап. Суретте нені көріп тұрмыз, балалар? Шар және а әрпі. Екеуін қосып оқып көр. Қандай сөз шығады екен? Шар, а, шара. Шара деген қыздың есімі. Келесі суретке назар аудар. Ағаштың жанында өтір белгісі тұр. Яғни ағаш сөзінің соңғы бір әрпіні алып тастаймыз. Қандай сөз шығады екен, балалар? Дұрыс айтасың. Аға сөзі шығады. Бүгін біз ш дыбысы және әрпімен таныстық. Сен сабақта өте белсенді болдың, жарайсың. Келесі кездескенше сау бол.